Жалбыз қандай ауруға ем? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен Керек арнасы. Жалбыздың дәрілік өсімдікке жататынын білетін боларсыздар. Ал оның дәл нендей қасиеттері барын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Белгілі бір себептерден ішкі органдар ауырса, көз қызарып, іскенде, ерінге ұшық шыққанда, 10 грамм жалбызды суға қайнатып, күніне 2 рет ішеді. Жас балаларға қызылша шығып, денесі қызғанда, жұтқыншақ қызып, ісінгенде, дауыс қарлыққанда, 3-4 грамм жалбызды қайнатып, суына аздап қант қосып ішуге болады. Жас бөбектерге тұмау тиіп, денесі қызғанда, жас жалбыздан тиісті мөлшерде алып, суға қайнатып, 1 метрдей көк түсті шүберекті жалбыз суына шылап, баланы орап, қалыңдау жауып терлетеді. Бұдан кейін дене ыстығы біртіндеп қайтады. Қызылша шығып жөтелгенде 3 грамм жалбызды 6 грамм тұт ағашы жапырақтарын 3 грамм қоңыраугүлді суға қайнатып ішеді. Мұрыннан қан тоқтамағанда жас жалбызды жаншып, суын шығарып, мұрынға тамызуға болады. Құлақ ауырғанда жас жалбызды жаншып, шыққан шырынын құлаққа тамызсаңыз, керемет ем болады. Ал сіз жалбызды қандай мақсатта пайдаланасыз? Төменде жаза кетіңіздер. Арнамызда шығатын өзге де видеоларға назар сала кетіңіз. Бәлкім бір пайдаңызға жарап қалар. Денсаулығыңыз мықты болсын.